Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мадина, дәмді тағамдар каналы. Бүгін творожный пирог дайындайтын боламыз. Осы рецептпен тіптен сатылымға дайындауға да болады. Описание бөліміне толық құрамын жазып қалдырып кететін боламын. Алдымен қамырын илеуден бастаймыз. Қамырын дайындап алу үшін бізге бір жұмыртқа және қантты салып осылай араластырып аламыз. Осылай алдын ала дайындап қойсаңыздар, қантымыз еріп дайын тұратын болады. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Үстіне разрыхлитель мен ұнымызды араластырып, едектен өткізіп құйып аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болған дұрыс. Егер бөлме температурасында болса, жаңағы жұмыс істеуге өте жеңіл болатын болады. Ары қарай видеода көрсетілгендей етіп, қолымызбен крошкаға айналдырып аламыз. Міне біздің крошкамыз дайын болып қалды. Енді жаңағы алдын ала дайындап қойған жұмыртқамыз бен қантымызды үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде көп үйлеп, иін қандырудың қажеті жоқ. Қамырымызды тек біріктіріп алсақ болды. Дайын қамырымызды пакетке салып, бетін жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа алып қоятын боламыз. Осы кезде салмасын дайындап бастай береміз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Творогтың үстіне қант, қаймақ, кукурузный крахмал, ванилин және 2 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Енді осы массамызды блендермен араластырып аламыз. Алдымен жай жылдамдыққа қойып, кейіннен жылдамдығын арттыруға болады. Осындай 1-2 сұйық масса болғанша араластырамыз. Дайын қамырымызды осылай кольцоға орналастырып шығамыз. Ол үшін қамырымызды 3-ке бөлеміз. Ол 3-тен 1-ін бортигіне жіберетін боламыз. 3-тен 2-сін осылай астына біркелкі етіп қолымызбен орналастырып шығатын боламыз. Алдын ала оқтаумен жайып алып, орналастыруға да болады. Кольцомызға қамырымыздың астын толығымен орналастырып алғаннан кейін, жаңағы қамырымыздың 3-тен 1 бөлігін алып, 4-ке бөлеміз. Және 4 бөлігін осылай видеода көрсетілгендей етіп созып алатын боламыз. Және 4 жағына орналастырып, барлығын біркелкі етіп жаймалап шығамыз. Дәл осы жерде мен қолданып отырған кольцоның диаметрі 22 сантиметр. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен шаншып шығатын боламыз. Енді дайын творожный массамызды салмасын осылай құйып алатын боламыз. Әсемдік үшін, ерекше дәм беру үшін осылай кез келген жидектермен әсемдеуімізге болады. Мен бұл жерде қарақатты қолданамын. Қарақаттымыз езіліп, соғы жайылып кетпес үшін осылай кукурузный крахмалға араластырып алатын боламын. Кукурузный крахмалды 1 шай қасық қостым, араластырып, барлығын орналастырып алдым. Тұрған пеште 150 градуста 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Бізде бортиктері осылай қызарып шығатын болады піскен кезінде. Егер пештеріңіз қатты қызатын болса, 140 градуста қойып пісіріп көріңіздер. Сол кезде пирогтарыңыздың беті күйіп кетпейді және жарылып кетпейтін болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Піскеннен кейін толығымен бөлме температурасына дейін суытып аламыз. Одан кейін шайға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.
Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеуге кетіңіз. Мен сіздермен дәмді әрі оңай рецепттермен бөлісетін боламын.